қазір мына клубка шоколады деген кетіп жатыр ғой, маған айтып жасайды. Осыны жасауды білмейтін кейбір ханымдар да бар. Соларға осылай айтайын. Бірінші клубниканы таңдаған кезде жасыл жапырағы. Жасылау болса свежий клубника, әрі бұл қатты болады да. Сосын жұмышын жуып пайдаланады. Жуған кезде міндетті түрде салқын суға жуамыз. Содан суға бездірмейді. Там мұздайсында, үстіқандай сөйтіп шығамыз. Содан кейін барып, оны қазір влажный қағаз салфеткаға салып, анашы жақсылап кептіріп алатын боламыз. Қолға кепкеннен кейін барып, холодильникке салып қояды. Шоколадының ішінде беріп өтеді, бұл жайында болған дегенше, ол холодильникте салқын болып тұрады. Сол салқын күйінде барып жасаймыз. Және де қараңыздар, мына жерден мынандай сүйкімсіз болып тұрған таяқшаларын кесіп алып тастаймыз да, бұның орнына 2 зубочистканы қадап шығамыз. Оның барлығын қазір видео барысында көрсетемін, түсіндіремін. Енді қараңыздар, клубниканың барлығын түсіріп алдым осылай салфеткаға. Жайлап бүйтіп үстіне мына қалған суды салфеткамызбен құрғатып, сүртіп аламыз. 2 рет 3 рет үстіп 2-3 қайтара үстіп салфеткамен сүртіп шығамыз. Егер де клубника су былжырап тұратын болса, оған шоколад жарыспай қалады. Сол үшін оны құрғату необходимо дейміз. Оны міндетті түрде құрғатуымыз қажет. Қазір енді барлығын төбесін бәрін кесіп тастаймын мындағыны. 2 зубочистканы қадап шығып, сосын барып мынау неге салып қоямын тарелкаға, бөліп салып қоямын. Осы мұқият болғаныңыз. Сіздерге түсінікті болу үшін осылай дайындап қойдым. Қазір бір рет көрсетемін қалай жасағанды. Мынандай таяқшалары сүйкімсіз болып тұрғаннан кейін оны міндетті түрде алып тастаймыз. Егер де осы таяқшасынан бүйтіп батырып алатын болсақ клубниканы, онда оны қайтадан кесіп жөндеу қиын болып қалады. Сол үшін бастамай тұрып, шоколадқа батырмай тұрып осылай алып тастаймыз дағыны. Мына клубниканың мына шетіне мына 2 зубочистканы осылай қадаймыз. Егер біреу болса, бұл әлсіз болады да, ол түсіп қалады шоколадтың ішіне. Сосын былай жапырақшасын жинаймыз артқа қарай. Батыратын кезде осылай батырамыз. Және де міндетті түрде перчаткамен жұмыс жасауымыз керек. Содан кейін жаңағы клубниканы жарамсыздарын былай бөліп алып қойдым. Керек еместер, мына жарамсыздардың ішіне жасай саламыз. Осылай міндетті түрде бұны қазір холодильникке қойып мұздатып аламыз. Салқын күйінде болу керек. Бізде ең қызығы осы шоколад температурасы ету. Көбісі қиналады шоколад температурасы етуден. Сол үшін сізге екі жолын көрсетейін. Даже шоколадтың өзін қалай жасаймыз, және де глазурмен қосып қалай жасаймыз. Әркім өз нұсқасын. Мен мысалға 150 грамм общий масса аламын дағыны. Соны шоколадтың өзін температурасы етіп жасаймын да, бір бөлігін. Ал бір бөлігін сіздерге глазурмен көрсететін боламын. Мынау менде Эдельвейс деген шоколад. Шоколадтың процентіне қараймыз, 33%-дан жоғары 30%, яғни или одан жоғары 35% деген сияқты жақсы шоколадтар болса, неғұрлым шоколадтың пайызы жоғары болған сайын соғұрлым қою болады, және де температурасы етуі оны ыңғайлырақ болады да негізінде. Енді әркімге әрқалай тәжірибеге байланысты. Ал енді тәжірибеңіз жоқ болса, онда кішкентай осындай граммовкадан алып бастасаңыз болады. Бірінші 150 грамм шоколад аламыз, общий масса 150-150-ге бөлеміз, яғни 105 граммын мені 105 граммды мен жай ғана еріту үшін пайдаланамын. Ал енді қалған 195 граммды, яғни 95 граммды мен жаңаға неге пайдаланамын ғой. 95 граммды мынаның үстіне қазір температура ету үшін пайдаланамын. Там 105 болды. Осыны міндетті түрде осындай пластмасс чашка іші құрғақ болу керек. 1 грамм су тамбау керек. 1 тамшы су тамса, мынау шоколадымыз біздің жиналып андай не болып қалады. Қамыр сияқты болып қалады. Ол дұрыс емес. Енді калетке қосу үшін мына шоколадқа зертеміз, ал мына шоколад еттің үстіне қоямыз. Оған 95 грамм аламыз. 95 граммды үстінен көмір бөлшетін боламыз. 95 грамм. 95 граммды қазір бөлек жасаймыз. Ал енді мына жерде менде осылай қайнап тұрған суымызға бірінші түбі тимеу керек, табақтың түбі тимейтіндей расстояние, яғни кішкене алшақтау болу керек. Қайнап тұрған суымызға мына шоколадымызды кішкене ерігенше, яғни шамамен 1 минутқа қоямыз, санап отырамыз. Одан асып кетпеу керек. Егер шоколадтың ысығаны, яғни 1 минуттан асып кететін болса, еріп тұрған шоколадымыз, онда оның структурасы бұзылады да, ешқандай температураға келмей қалады. Қазір шамамен 1 минут күтеміз. 1 минуттан кейін уже еріп жатыр. 1 минуттан кейін аламыз да, бір араластырып аламыз. Мен сізге сөйлеп боламын дегенше уже 1 минут уақыт өтті кішкене болса, енді араластырамыз осылай. Жайлап араластырып аламыз. Шоколадты кішкене суытып аламыз, яғни. Осылай, егер микроволновка болса, микроволновка импульсный режиммен болады солай жасауға да. Менде микроволновканың кішкене бұзылып тұр. Сол себепті мен сіздерге осындай көпшілігінің водяной баняда қалай жасаймыз деген сұранысы бойынша көрсетіп жатырмын. Мына араластырдық, кішкене суытып аламыз. Енді 10 секунд, басында 15 секунд қойғанымыз, қазір 15 секундқа қоямыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 секунд өткеннен кейін тағы да аламыз дағыны.
осылай бір араластырып кішкене бір суытып аламыз. Одан кейін мынау кішкене ере бастаған кезде қазір енді екінші тағы да мен бір 15 секундқа қоямын. Содан кейін барып 10 секунд санаймыз. Содан кейін барып 5 секунд санаймыз. Сөйтіп уақытты азайтып толық еріп болғаннан кейін барып мынау екінші шоколадымызды қосып араластыратын боламыз. Ал енді мен ары қарай этаптарды түсіндірдім. Енді көрсету міндетті емес деп ойлаймын, өйткені сіздерге түсінікті болатындай түсіндіріп айттым. Шоколадты арасында тексеріп тұруға болатын мынандай пирометр болса пирометрді қолданамыз. Болмаса мынандай градусникте бола береді. Осындайды қолдансаңыздар болады. Егер де ол да болмаса, онда мен сіздерге тағы да жолын көрсетемін. Қалай тексеруге болады, яғни температурамен дұрыс шықты ма, шықпады ма дегеніміз. Ол қазір енді соңында болады. Бірінші шоколадымызды толықтай ертіп алайық. Мына ішінде кішкене бір кусок әлі жүр. Мына осындай еріне қалмау керек. Оны ертіп бітіруіміз керекпіз да. Импульсқа салып, осылай ертіп бітіруіміз керекпіз. Міне соңғы ертуім менің. Енді осының үстіне аламыз дағыны. Қазір менде бұл шоколадым 93 градуста болып тұр. Яғни жайлап түсіреміз мұндан. Осылай ертіп болғаннан кейін рабочий температура дейміз ғой, яғни біздің шоколадтың жұмыс істеу температурасы кемінде 33 болу керек. 34 градус нормальный. Одан төмен болса шоколадтарымыз қатып қалады, дұрыс шықпайды. Енді осыны мына толық ертіп болғанша араластыра береміз. Яғни мына ыстығын беріп, мына шоколадты да бойына сіңіру керек. Қатты бастырып отырып, мынаны ертіп барлығын бірге біріктіруіміз керек. Егер де бұл осылай толық еріп бітпей, яғни шоколадымызға суып қалды ғой, мына әлі ішінде еріп біткен жоқ. Сол кезде тағы да бір 5-10 секундқа шамамен қойып жібереміз. Бірақ одан көп қоюға болмайды. Қойсаңыздар 5 секундтан қойып тұрып, тағы да осылай еріп болғанша араластырып тұрамыз міндетті түрде. Қараңыздар, менің шоколадым 34 градусқа жетіп қалды, яғни қазір 33,8 болып тұр. Енді пайдалануға болады, 34 градус болды. Мен бұны үшінші жолы осылай тексеремін. Яғни мынандай матовый цвет болып қалса, мына шоколад темперирован, яғни дайын жұмыс жасауға дайын болды деген сөз. Осындай салқын қасыққа шоколадымызды батырып көреміз. Холодильниктен алынған салқын қасық. Соны бүйтіп шоколадты батырып көреміз. Егер де бұл шоколадымыз осындай глянцевый күйінде, жылтыр күйінде қалып қалатын болса, значит ол шоколад дұрыс температурамен жасалмады, жұмыс жасауға жарамсыз деген сөз. Егер де матовый болатын болса, 1-2 минуттың ішінде қататын болса, шоколад дұрыс болды, дайын болды деген сөз. Мынау уже қатып жатыр, мына матовый цветке айналып келе жатыр. Яғни жұмыс жасай беруге болады. Шоколадпен жұмыс жасайтын кезде осындай жеңіл шұңғыр ыдысқа құйып аламыз да шоколадымызды сіңіріп клубникамызды батырамыз осында. Клубникамызды батқаннан кейін барып жапырақ шоколадын түтіп жинап аламыз. Кішкене ағызамыз. Және мынау неміз әлі қатпай тұрған кезде, шоколадымыз қатты қалмай тұрған кезде қаласаңыздар, андай кокосқа, қаласаңыздар басқа да ойыншықтар болады ғой, сол сияқты батырып алсаңыздар болады. Қараңыздар, осындай аккуратный болып тұру үшін клубниканы осылай пеноплекс болмаса осындай мынандай пластический губка дейді ғой, осыған былай қадап қойсаңыздар, сонда клубникаларыңыздың покрытиясы аккуратный болып шығады. Қараңыздар, ешқандай жерге жабысқан жоқ, ешқандай жаңағы кейбіреулер ала салады да, мынаған бүйтіп батырып алады да, сөйтіп тағыны сразу бүйтіп қоя салады жалбитіп. Ол жалбитіп қойғаннан кейін ол мен әркімге әрқалайша, маған бірақ сүйкімсіз көрінеді олай. Ол жұмыс сүйкімсіз болып көрінеді. Жақсылап асықпай осылай батырып аламыз. Кішкене шоколадымызды тезірек сүркіп жібереміз. Егер де мынау қатып жатса, онда тағы да жаңағындай етіп кішкене 10 секундқа, 5 секундқа деген сияқты қойып ертіп аламыз. Одан артық қатты ыстырып жіберуге болмайды. Структурасын құртып аламыз. Осылай бірден қатпай тұрған кезінде өстіп сеуіп аламыз даны. Губкамызға қарай береміз. Мынау уже қатып қалды. Уже ұстады. Өзінің сыртындағы шоколадты формасы ұстап қалды ғой, жақсы қалады. Жасамайды. Өстіп бір-біріне тигізбей ақырындап отырып осылай жасап шығамыз. Ең оңай жолы осы. Енді қазір сіздерге глазурмен қалай жұмыс жасау керек екенін көрсетемін. Ал енді глазурмен қалай жұмыс жасаймыз? Егер де құр шоколадпен жасаған маған қымбатқа шығып кетеді десеңіздер, онда 50-50 глазурмен жұмыс жасауға болады. Мына жерде қазір менде бар шоколад 84 грамм болды. Енді тура осындай шоколад глазурдан қосамыз. Мынау менде алдын ала тура дайындап қойған монолит дейді, мынандай түкпіршті кепіш сияқты шоколад болады. Сол кепіш сияқты шоколадқа не істейміз?
турап дайындап өстіп аламыз да. Болмаса мынандай капля деген түрі болады. Глазурдың осындай түрін пайдалансаңыз да болады. Ешқандай айырмашылығы жоқ, өйткені глазур. Сосын мына түстерін қараңыздар, мен кішкене темный мен ақ шоколадты араластыра алдым. Яғни мынаның түсін өзгерту үшін қазір. Енді тура 84 граммға 84 грамм осындай глазур қосамыз. Шоколадқа 84 граммды қосып шығамыз. Бұл 84 грамм. Бұда ешқандай жаңағы сияқты үстінен мұздай қалетті қосып жасамаймыз. Тек қана өтетін режиммен 1 минутқа 10 секунд, 15 секунд, 10 секунд деген сияқты ертіп аламыз да жұмыс жасай береміз, болды. Бұны анау температура етудің қажеті жоқ. Енді осылай қазір 1 минутқа қоямыз да, еріп жатыр және ертіп аламыз, сосын шығарамыз да тағы да. Бірақ бұл жерде бір ерекшелігі, жаңағы таза шоколадта екінші калих қатысып тұрған шоколадымызға, яғни ыстықталып тұрған шоколадқа мұздай калихты қосып, сөйтіп мынандай калеталар дейді ғой, калета шоколадтың екінші салқын бөлігін қосып, солай ертіп алған болатынбыз, температура етеді. Ал мынада глазур мен шоколадты бірге қосып, тек қана осылай ертіп араластыра аламыз, болды. Бұл ең оңай жолы, бірақ енді негізінде таза шоколадпен жасағанның дәмі бәрібір бөлек болып тұрады. Ал мынау глазурмен қосылған дәмі бөлек болып тұрады. Себебі бұл глазурдың құрамында пальмовый масло дейді ғой, яғни пальма майы бар. Сондықтан негізі кішкене бұл асқазанға ауырлау тиеді. Сол себептен егерде глазурмен жасаймын десеңіздер, онда оны ескеріп қойыңыздар. Сондықтан да таза шоколадты қосуларыңызға кеңес беремін. Мынау кішкене еріп жатыр. Енді қазір тағы да 10 секундқа қойып алсам жеткілікті. Толық ерейді. Мына уже еріп жатыр, мен 1 минутқа қойдым, 1 минуттың өзінде осылай жақсы еріп жатыр. Бұны сразу жұмыс жасай береміз. Жаңағы сияқты температура етіп тексерудің қажеті жоқ. Сіздерден тағы бір ерекше затты тапсырғым келіп отыр. Мынандай салон красотада қолданады. Бұл воскоплавитель деген аппарат. Негізі сондай салон красота деген заттарын сататын жерде оптовкадан алғанмын мен. Бағасы 3,5 мың теңге. Қазір енді қанша болған? Шамамен 5-6 ай болды қолданып жүргеніме. Мұның бір жақсы жері, мысалға негізді шоколадыңызды күйдірмейді. Мен көбіне негізі осымен температура етіп жасай беремін шоколадты. Көбіңізде бұл зат жоқ, білемін. Сол үшін мен сіздерге үй жағдайында қарапайым тәсілмен водяной баянда көрсетіп жатқаным сол. Енді мына қараңыз, мен барлығын осыны құйып алдым да. Осының градусын тексереміз. Жаңағыдай 34 градус болып жатса, яғни рабочий температура, жұмыс жасай береміз. Егер де ондай градусының жоқ болса, жаңағы айтылды, қасықпен тексереміз. Осылай қасықпен тексереміз, қасықты батырып аламыз да, бүйтіп тексеріп көреміз. Мынау 2 минуттың ішінде қатып жатса, яғни болды уже шоколад дайын деген сөз, температура. Мынау астын өшіріп қоямыз. Қазір қызып тұр мынау шоколадымыз. Міне уже қатып қалды, міне батып өтсе, уже қатып жатыр, міне жартысы, мына асты кішкене. 2 минуттың ішінде қатып қалу керек. Сол кезде дайын температурадағы жұмыс жасауға лайықты шоколад болады. Егер де бұл қатпаса, бұл жылтыр күйінде тұра береді жылтырап. Енді ысыды шоколадымыз. Дайын тұр. Осыны жұмыс жасай береміз ары қарай. Бір ыңғайлысы сол, бұл асты күйдірмейді, өте ыңғайлы жұмыс жасауға. Сол себептен осы аппаратты алсаңыздар болады. Ал енді сіздерге көрсетейін, мына жерден мына жұмыс қалай шыққан. Аккуратно жұмыс деген осындай болады да, осылай аккуратно осылай болып шықты. Ешқандай артық жаңағы еш жоқ. Ал енді егер де шоколадты батыра салып, міне қараңыздар, асты қатып қалды уже. Батыра салып холодильниктен газға алып шықтым. Жасайтын болсаңыздар, шоколадтарыңыздың клубникаларыңыздың асты сүйкімсіз болып қалады, көрініп қалады. Ермей жатып алып жүрмейді холодильниктен. Шоколад қата бастаған кезде клубниканы батыратын болсаңыздар, осындай болып қалады, клубникаларыңыз сүйкімсіз болып қалады. Шоколад еріп тұрған кезде, жұмыс жасаған кезде осындай кладки әдемі болып шығады. Мына холодильниктен қазір ғана алдым, кішкене бөлме температурасында болғаннан кейін астын көрсетемін сіздерге қалай болып шығатынын. Мына жұмыстың айырмашылығын білетін боласыздар. Енді қалған клубникамызды жұмыс жасау барысын көрсетейін. Мына жаңағы өзінің ыңғайлы шелегін осылай алуға болады. Кішкентай шелекті алып бүйтіп батырамыз да клубникамызды осыған. Батырып аламыз. Печатка кию керек еді. Қазір печатка асығыс кимей қалыппын. Айбетпеңіздер. Осы ермей тұрған кезінде моншақтарымызды бірден жабыстырып аламыз. Моншақ жабыстырмай, қазір зигзаг жасауға да болады. Ол түрде көрсетемін. Зигзагты қалай жасаймыз. Восьмерка жасауға болады. Әркім өзінің фантазиясына қарайды. Бұл жерде енді міндетті емес. Қазір қатып қалған кезде моншағымызды жабыстыра алмаймыз. Сондықтан моншақ жабыстыратын болсаңыздар, қатпай тұрып жабыстырып алу керек. Және жылтырақтарымызды да қатпай тұрған кезде бірден сеуіп аламыз.
қасып кішкене дейіп алайыншы. Қолға жабысып қалса тағы да қасып болады. Шоколадымыз қатып жатса, мен астын қосып қойып, осылай рабочий температураға келтіріп алып, жұмыс жасай береміз. Яғни мына кішкене еріді, міне. Арасында іртік болмау керек. Мына қазір арасында іртік болып тұр, өйткені шоколадым суып қалды. Сол үшін мен кішкене ысытып аламын шоколадымды. Шоколадты рабочий температураға келтіріп алдым. Міне ішіндегі іртік болып тұрғанның барлығын ертіп алдым да. Енді осыған клубникамызды ақырын батырамыз. Батырып айналдырып батырамыз. Егер мына зубочистка болмаса, шпажка қараймын десеңіздер, мүмкет қылып жасаймын десеңіздер, онда шпажканы міндетті түрде бас жағы шоколадқа батырып алу керек. Содан кейін барып шпажканы саласыздар, ішінен жылжып кетпес үшін. Әйтпесе олай шоколадқа батырмай салсаңыздар шпажканы, өйстіп батырып айналдырып жатқанда түсіп қалады дағы клубникаңыздың иті шығады ғой. Қараңыздар қандай аккуратный болып шықты. Енді осыны мынандай кисточкамен кішкене жылтырлатып жібереміз. Жылтырақ түйіп жібереміз. Тағы шоколадымыз қатқанда тұрғанда тез-тез тыңдап жібереміз. Тез-тез мен уже қатып жатырмын, қараңыздар. Бас жағы әлі қатпаған. Пылсаңызды сеуіп жіберемін осылай. Енді қаттым. Болса былай батырып жіберсек те болады клубникамызды. Осындай жылтыр клубника болып шықты. Мына уже мені қатып қалды мына жақтар. Мына жаққа мен уже жұқтыра алмай жатырмын. Себебі бұл қатып үлгерді. Сол үшін клубниканы жылып бара жатса, комната температурадан алып, кішкене холодильникке салып алыңыздар, сол кезде қайтадан клубникаларға салқындайды. Қараңыздар, не аккуратный жұмыс істеген осындай болады. Клубниканы ала салып, мынандай бүйтіп жалпағынан бүйтіп қоя салсаңыздар, шоколадқа батырып, асты осындай сүйкімсіз болады. Алған кезде де міне жабысып, жұлып кетті. Сол себептен қараңыз. Мына жұмыс қалай шыққан? Енді астыңғы жағы неге капсулада тұрады, білінбей қалады. Бірақ енді мынаған қарағанда әлде қайда мынау кішкене более аккуратный көрінеді. Міне енді клубниканы мыналарға зигзаг жасаймыз. Ақуа сүті өте жіңішке етіп кесіп аламыз дағы. Осылай қосып шығамыз, болды. Бұның ешқандай қиындығы жоқ. Бастысы мына мешочектің басын максимально кішкене тағып кесу керек. Клубника в шоколаде дайын болды. Осындай надпистерімен енді арасында мына гранат в шоколаде бар. Осындай болып шықты нәтижесінде. Енді бағалап жіберіңіздер.